Саламатсыздар балалар, бүгін математикадан 4-ші сынып 60-ші сабақты өтеміз. Бүгін өткенді қорытындылау. Бірінші тапсырмада сандарды бөліндінің мәндегі цифрлар санын анықта. Жауаптарды өсу ретімен орналастырсаң, ежелгі Исфиджаб қаласы 11-ші ғасырдан бастап қалай аталғанын білесің. Енді біріншінің мәні 25168. 25168. Екіншінің мәні 347. Төртінші есептің мәні 1.510.101. Екіншінің мәні 34. Төртінші есептің мәні 34. Бесінші есептің мәні 15.000, 151.000, 10. Келесі 2000. Демек, бұл жерде сайрам деген сөз шығады. Сайрам деген сөз шығады. Исфиджаб қаласының 11-ші ғасырдан бастап Сайрам қаласы деп аталған екен. Келесі екінші тапсырма. Есептеуді орындамай-ақ бөліндінің мәнінде қанша цифр болатын анықта. Есептеуді орындамай-ақ деп тұр. Яғни, біріншіде 5 сан шығады, екіншіде 6 сан шығады, үшіншіде 7 сан шығады, төртіншіде 6 сан шығады, жетіншіде 4 сан шығады, алтыншыда 2 нөлді қысқарып тастаймыз, сол кезде 4 шығады. 2 нөлді қысқарып тастаймыз. Жетінші есепте 6 сан шығады, 8-ші есепте 4 сан шығады, 9-ші есепте 2 нөлді қысқарып шығаймыз және 4 сан шығады екен. Келесі есепте және тексер. Біріншінің мәні 22309. 22309 мәні есептің. Екінші есеп 96007. 96007. Үшінші есептің мәні 888000. 888420. Төртінші есептің мәні 504. Алтыншы есептің мәні 9874. Алтыншы есептің мәні 897. Келесі тапсырма. Сызба бойынша өрнек құрастыр және амалдарының орындалу ретін белгіле. Есепте мен сіздерге тек есептің мәнін айтып кетейін. Есептің мәні тең болады 543709. Келесі. Амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін тап. Және бұл жерде сіздерге бірінші есептің мәні 9526 шығады. Екінші есептің мәні 85348728. Және алтыншы есеп автокөлік 100 км жолға 11 литр жанармай жұмсайды. Егер оның багына 55 литр жанармай құйылған болса, Нұр-Сұлтан қаласынан шыққан автокөлік қай елді мекенге барып және кері қайталады. Бак толы жанармаймен неше километр жол жүруге болады. Яғни, бізге Нұр-Сұлтаннан Шуға дейін 500 километр жол жүру керек екен. Келесі тапсырма. Көп балалы отбасында балалар жемісті жақсы көреді. Олардың 7-еуі алма, 6-ы өрік, 5-еуі жүзім, 4-еуі алма мен өрік, 3-еуі алма мен жүзім. Ал 2-еуі өрік пен жүзімді жеген жақсы көреді. Тек қана бір бала алма, өрік және жүзім жейді. Отбасында қанша бала бар? Отбасында барлығы 10 бала бар. Яғни, оның 2-еуі алма мен өрік, 4-еуі алма мен жүзім, ал 3-еуі өрік пен жүзімді, яғни мына жерде бір бала ғана
алманы жақсы көреді екен. Демек, отбасында 10 бала бар. Келесі есеп. Үй тапсырмасының соңғы мәнін айтып кетейін. Тең болады 212.987. Екінші есептің мәні 420.370. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Сау болыңыздар.